Сәлематсыздар ма, көпшілік? Көктемнің соңғы күндері бітіп баратыр. Жайраңдап жаз келді. Күн жылып, күн шығып, жақсы жағдайда отырмыз. Мен сіздерге қазақтың малдарының ішіндегі қой мал туралы бір деректермен бөліскім келіп отыр. Жалпы қазақ малбен жан баққан, мал туралы атаулары өте көп. Қандай мал болса да өздерінің сол малдың арқасында байығаны, малмен қалың мал төлеп пәлен отыр қой, табын жылқы дегендей барлық өмірлерін малмен байланыстырған. Сондықтан да мал жайлы бірер мақалдар айтып өтейін. Малыңды тауысайын десең пұл қыл, астығыңды тауысайын десең ұн қыл дейді. Қойға қасқыр шапса, жарлының жалғызын жейді дейді. Мал біткен кісінің иті үреген болады, аты жүреген болады дейді. Мал қайыр, жарлы бір байыр дегенде сөз бар екен. Бай малын жаяды, жарлы қолын жаяды дейді. Мал бақсаң ырыс, сөз бақсаң ұрыс. Міне, малға да тәрбиеге де байланысты сөздер екен. Кім бай болғысы келмейді, Құдай қаламайды. Кім би болғысы келмейді, халқы қаламайды деген. Халқымыз дұрыс айтады, кімнің бай болғысы келмейді? Бір Құдайдың қолында. Тағы бір мақал есіме түсіп отыр. Балаларға бата бергенде айтады екен. Балаң би болсын, би болмаса, би түсетін үй болсын дейді екен. Сол қойдың атаулары жайлы саулық, қошқар, қозы, ісек деген 5-6 сөзді біледі екенбіз. Қалған қойдың атауларын көп естімеген екенбіз. Солардың бірі мынандай. Сейіт Кенже Ахметұлы атамыздың тағы да сол Жеті қазына деген кітабынан алынып отыр. Біле жүрейік, бөлісе жүрейік. Шопан ата, қойдың пірі, иесі, киесі. Қозы қошақан, қойдың жас төлі. Көрпеш, есейген қозы. Көбеген, төл басы, ерте туған қозы. Көпей, кеш туған қозыны айтады екен. Марқа, қозының марқайған кезі. Бағлан, семіз марқа. Тоқты, жасы 6 айдан асқан. Тұсақ, жастан асқан ұрғашысы. Ісек, тарттырылған, яғни кестірілген қойдың атауы екен. Құнан қой, 3 жастағы қой. Дөнен қой, 4 жастағы қой. Азбан, тарттырылған қошқар. Қошқар, аталық, саулық, аналық қой екен. Ағауыз қой, әбден семірген бойдақ қой. Топалаң қойдың ауруының бір түрі. Қойды пұшайт деп шақырады дейді. Міне, бірнеше атаулар қойға қатысты. Енді бір мына өзім сіздермен бөлісіп жүрген неше түрлі әңгімелер жазылған ескі кітаптың ішінде қой туралы мынандай әңгіме бар. Біздің қазақ жұрты мақтаған адамын қойдан қоңыр деп сөйлейді. Қойда жуастық мінез бар. Сол себепті басқа хайуандардан сипатты болады. Ешкі 8 табады, ит 8 табады, шошқа 9 табады. Онан да көп табатын хайуандар да бар. Қасқыр қанша күшік дейді? Түлкі, қарсақ, мысық, әр қайсысы қанша бала табады? Қой жылына жалғыз-ақ қозы табады. Сонда да 4 аяқты да қойдан көп жануар жоқ. Өзі жылына 3 түлейді. Бір қабат жүнін жабағы дейді. Қазақ халқы оны қанша пайдасына жаратады? Өзіне киім, малына жасау, артығын сатып керек жарағын алады. Бір түлеген жүнін қозының қарын жүні дейді.
Одан текемет басып қызға жасау қылады. Үй ішіне төсеніш қылады. Үшінші тілегенін күзем жүндейді. Қанша киіздер басып, онымен керек жабдықтардың бәрін бітіреді. Жазда отыратын киіз үй, ішкі тысқы төсеніштері мен қысқы үйдің астына төсейтін төсеніш, бұлардың бәрінен артылғанын және сатып керек жарағын алады. Қазақ жұртының тұрмысын бір сыпыра көтеріп, ірілендіріп тұрған осы қой малы дейді. Құрт май. Қыс болғанда қазақ деген жұрттың отыны қойдың барлығынан табылады. Қой дегені қояқ қой деген сөз бар. Ол жарықтықты айтып, не қыласың деген сөз екен. Қойдың жүнінен басылған киіздің қасиеті туралы айта кетсек. Кеше қазақ жұртында едіген баласы шоңби жаз күнінде қанша игі жақсы бас қосып, бір киіз үйде отырады. Сол сәтте жарқ-жұрқ етіп найзағай ойнап, қатты жаңбыр жауады. Сонда шоңби отырған үйдің төбе киізіне қараса, бір саңылау тесік жоқ екен. Қасында отырған әлеуметтен сұрайды. Осы үйдің екі үзігін ұрлағанға қандай айып саларға керек дейді екен. Жұрт дәнеме дей алмай қалады. Сонда шоңби өз айтты дейді. Дәл осы үйдің екі үзігін ұрлағанға іші толы отырған жанның құнын төле деп бұйырар едім дейді. Отырған жұрт бұл сөзіне көнбей, бұл екі үзікті сатса пәлен ғой, мұнша құнды, мұнша пұлды болатын мұның не артықтығы бар дейді. Сонда шоңби отырып айтады. Сендер Құдайдың бергенінің қадір қасиетін білесіңдер. Күн күркіреп жауып тұр. Найзағай ойнап жарқ-жұрқ етіп жатыр. Естіген жанда зәре қалды ма? Аспанның тесе тұғын жайдың оғы, тесігі жоқ бүтін киізден тіпті өтпейді. Дәл осы күнде осы үйдің үстінен жайдың оғы кез келсе, өтетұғын жері жоқ киіздің жүнінің арасына бытырап сіңіп кетеді. Осынша жанды сақтап қалуға себеп болған соң, бұл үзіктің құны үй толы жанның құны болуға қалай жарамайды дейді. Отырған жұрт жағасын ұстап, таң тамаша қалды дейді. Міне, малға байланысты деген себебіміздің өзі осы. Бір қой малына қатысты осындай әңгімелер бар екен. Тыңдай жүріңіздер, біле жүріңіздер, бөлісе жүріңіздер. Қарапайым менің каналыма жазылып, тарата жүріңіздер. Сау саламатта болайық, аман есендікте көріскенше.